Ассаламу алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ және де 10 минуттан дайын болатын ерінше хачапури дайындайтын боламыз. Сіздер тек қана табаларыңыз және де 10 минут уақыттарыңыз болса болғаны. Таңғы асқа немесе түскі асқа да дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды саламыз, сүтімізді құямыз. Шым-шым тұз қосамыз. Енді барлық осы қоспамызды венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Оның барлығын бір жолата салсаңыздар болады. Одан кейін жарты ас қасық қопсытқыш саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз венчикпен. Бізде массамыз сәліміне осындай қоюлау болып шығады. Араластырып болғаннан кейін келесі кезекте біз алдын ала үккіштен өткізіп алған сырымызды қосатын боламыз. Кез келген өзіңізге дәм ұнайтын сыр қоса берсеңіздер болады. Міне мен алдын ала үккіштен өткізіп алдым. Енді қазір венчикпен араластырамыз. Қараңыздар, менде міне осындай қоюлықта масса пайда болды. Енді қазір хачапуримізді пісіруге кірісеміз. Ол үшін табамызға аздап күнбағыс майын құямыз. Майымыз қызғаннан кейін 4 ас қасық шамамен массамызды салатын боламыз. Одан кейін қасықтың көмегімен барлық жеттерін тегістеп шығамыз, дөңгелек форма болғанға дейін. Одан кейін қақпағын жауып, орташа отта 1 минуттай көлемінде пісіретін боламыз. Міндетті түрде орташа отта пісіресіздер, одан бір жақ беті піскесін, келесі жағын аударып, тура солайынан 1 минуттай жабық қақпақ астында пісіреміз. Алғашқы хачапурimiz дайын болды. Келесін пісіру үшін тура солай күнбағыс майын құямыз. Одан кейін 4 ас қасық массамызды саламыз. Әр жақ бөлік бетін 1-1 минуттан шамамен пісіріп алатын боламыз. Тура осылайынан міне тегістеп шығасыздар. Қараңыздар, қандай сары болғанға дейін пісіру керек. Осында міне сарғыш болғанға дейін пісіріп, одан кейін келесі жақ бетін аударып, оны да жабық қақпақ астында пісіресіздер. Тура осы әдіс бойынша барлық хачапуриді істейміз. Мендегі осындай орташа 5 дана хачапури шықты. Мендегі пісірілген табанның диаметрі 22 сантиметр. Міне қараңыздар, қандай нәп-нәзік жұп-жұмсақ хачапурилар дайын болды. Бұл хачапури бізде тез жасалатындықтан да ерінше хачапури деп аталады. Сіздердің аз ғана уақыттарыңызды алатын, бірақ өте дәмді хачапури. Бұны сіздер таңғы ас ретінде немесе түскі асқа, немесе кешкі асқа да жасасаңыздар болады. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ, ең маңыздысы өте дәмді. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше. Ассаламу алейкум.